Сәлем достар, бүгін біз сіздермен нағыз дәмді жаздық нан батырып жейтін баклажаннан салат дайындаймыз. Өте оңай заттардан тез дайын болады. Табамызға 3-4 ас қасық сұйық майымызды құйып алып, қыздырамыз. Сол уақыт аралығында бір орташа пиязымызды алып, осылай турап алатын боламыз майдалап. Одан кейін қызып тұрған майымызға салып, пиязымызды жақсылап қызартып қуырып аламыз. Тәтті болгар бұрышын алып, ортаға бөлігін тазалап, бір данасы жеткілікті. Оны да алып, осылай кубиктап турап аламыз. Қызарып жатқан пиязымыздың үстіне салып, қосып қуырамыз. Келесі кезекте баклажандарымызды аламыз. Мен бұл салатты дайындау үшін 3 емес, 2 де жеткілікті болғандықтан 2 дана баклажанды осылай турап пайдаландым. Сіздер егер көптеу қаласаңыздар, көп етіп жасай беруге болады. Барлығын турап дайындап алдық. Енді қызарып піскен пиязымыздың үстіне салып, тағы да 2-3 минут аралығында жақсылап қуырып аламыз. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Қызанақтарымызды алып, оны да ұсақтап турап шығамыз. Керек емес бөлігін алып тастаймыз. Қызанақтарыңыз көптеу болса, салаттар сочный, өте дәмді болып шығады. Барлығын турап дайындап алдық. Енді жаңағы қуырып жатқан баклажанымыздың үстіне қызанақтарымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Табамыздың астындағы отымыз қатты болмау қажет, баяу да болмау қажет. Орташа етіп, осылай қуырып аламыз. Келесі кезекте өте керемет дәм беру үшін 2-3 тісше сарымсағымызды алып, бірінші осылай пышақтың көмегімен езіп, одан кейін ұсақтап турап аламыз. Немесе үккіштен өткізіп майдалап алсаңыздар болады. Бастысы сарымсағымыз майда болуы қажет. Оны да пісіп жатқан баклажандарымыздың үстіне салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, сіздер қандай әдіспен дайындайсыздар? Таңғы немесе түскі асқа осы тағамды жасап, нан қосып жесеңіздер өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Татымына қарай тұз қостым, жарты шай қасық бұрыш және әдемі түс беру үшін паприкадан азғантай қосып жібердім. Тағы да жақсылап араластырамыз. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписация кнопкасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта өте керемет оңай рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Азғантай суымыздан құйып, бетін жауып, 2-3 минут аралығында баяу отта бұқтыратын боламыз. Және де аскөк, петрушка дәмдеуштерін қоссаңыздар болады. Үстіне дайын болған кезде қосып, бір араластырып жібереміз. Тағы да 1-2 минут ұстаймыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын. Иісі мұрынды жаратындай өте дәмді нағыз жаздық салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздер қандай әдіспен жасайсыздар, комментарияда бөлісе кетіңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер маған тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір видеоның астындағы подписация кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар, все деген таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.